Танымал блогер, экономист Дәулет Мұқаев өзінің Инстаграмдағы парақшасында мәжіліс депутаттарының Нұр Сұлтан қаласының атауын өзгертуге қатысты жасаған ұсынысына пікір білдірді. Біздің елде елорда атауын өзгертуден басқа проблема жоқ, одан да Павлодар мен Петропавл атауын ауыстырыңдар, қазақшалаңдар, зауыт-фабрика ашыңдар. Жоқ дегенде тіс шұқитын ши, ине жіп немесе дәптер шығаратын цехымыз ашылсын, елдегі қымбатшылықпен күресіңдер. Бір қала атауымен алыспай, әу баста қарсы шығу керек еді. 2019 жылы бүкіл депутат қол шапалақтап отырған жерлерін түптірі қолдады емес пе? Тіпті арасында еңкілдеп жылағандары да болды. Бүгін енді басқаша сөйлей бастады. Сол кезде халықпен санасты ма деп жазды ол. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.